мынау Инстаграм, ТикТок әлеуметтік желілерін қарап отырсаң, түрлі психологтар сөйлеп жатады, психологиялық травма дейді, детская травма деп бір мысалдары келіп айтып жатады да, келтіріп. Сонда қарап отырсам, білмеймін, біздің кезімізде мынау 90-шы жылы дүниеге келген қыз жігіттердің бәрімізде бір травмамыз сұмдық екен ғой. Мысалға, мектепке барсақ, мектепте мұғалімдер указкамен ұрған кездер болды, бор лақтырған кездер болды. Одан бөлек мектепте линейка болып, мынау тәртіпсіз, бір қадам алға шығыңдар. Одан кейін тазалық секторы деген болатын ғой, жағаны тексеретін, жағасы кір, тырнағы өсіп кеткен деп, оны да линейкада мыңдаған баланың көзінше айтып жататын. Сонда біз травма екенін білмеппіз ғой. Одан бөлек көшеге шықсаң да сондай бір травма болатын, әсіресе ұлдарда, төбелес дегендей. Дискотеканың ішінде де сол неше түрлі травмалар қарасақ. Кейін мектептен шығып, көшеде жүріп, үйге келсең де, психологиялық травма дегеніміз әрбір үйдің бір бұрышында бар екен ғой. Мысалға, төр залға барасың, қонақ жаңағы бөлмесіне дейді ғой, қамшы тұрады, ол бір травма. Одан кейін ас үйге кірсең, оқтау тұрады, ол бір психологиялық детская травманың құралы. Одан қала берді, жаңағы ас үйде тоқша үгімнің шнуры, ол бір травма. Пештің маңайында қалақ, көсеу деген ол бір травма екен. Қазір біліп жатырмыз да, бірақ соның бәрін көрдік, аман есен өмір сүріп жүрміз, сүріп те жатырмыз, Енді сіздердің травмаларыңыз қандай мысалдар келтіре аласыздар? Осыны білгім келеді.